барысында жердің ауа қабатына әсер етеді. Мысалы, зауыттар мен фабрикалар ауаны ластайтын әртүрлі қалдықтар шығарады. Көліктер де ауаны ластауда. Ауаның ластану себептері орманды кесу, радиация, пайдаланған газдар, улы газдар, түрлі қалдықтар және басқа да зиянды заттардың ауаға таралуы. Мұның алдын алу үшін адамдар әрдайым ауаны зиянды заттардан тазартудың жолын іздестіреді. Біздің мемлекетімізде де ауаны қорғау шаралары жүргізілуде. Қазақстан Республикасының Конституциясында ауаны қорғау туралы заң бар. Еліміздің әрбір азаматы елімізді қорғау керек екенін есте сақтауы керек. Деніміз сау болып, бақытты өмір сүру үшін бізге ең алдымен таза ауа қажет. Ауаны ластамаңыз.